Балалар, суретке назар аударайық. Кім дүкенге барып көрді? Сендер дүкенге барғанда не істедіңдер? Әрине, сатушыдан тауар алдыңдар. Ақша бердіңдер. Сатушы тауарларды берді және артық ақшаны қайтарды. Біз сатып алатын заттың бағасы қанша тұратынын қайдан білеміз? Қолыңдағы ақша мен заттың құны қанша болса, тура сонша монетамен дәлме-дәл төлеуге бола ма? Әрине, үнемі солай төлеуге мүмкіндік болмайды. Заттың құны қанша болса, сонша ақшамен дәлме-дәл төлеу үшін құны үлкен монеталарды құны өзінен кіші монеталарға ұсақтауға болады. Және де берілген соманы әртүрлі монета арқылы бірнеше тәсілмен жинауға болады. Біз ірі монетаны ұсағырақ монеталарға ұсақтай аламыз. Мысалы, 2 теңге 1 теңгелік 2 монетадан тұрады. 5 теңгелік монета 5 1 теңгелік монеталардан құралады. 5 теңге тағы да 2 теңгелік және 1 теңгелік 1 монетадан құралады. Біз ірі монетаны ұсақ монеталарға ұсақтап, сатып алған заттардың ақшасын тура төлей аламыз. Оны тура төлем жасау деп атайды. Мысалы, шоколад 3 теңге тұрады. Ал сенің қолыңда 5 теңге бар. Шоколадты сатып алу үшін 5 теңгелік монетаны ұсағырақ монеталарға ұсақтаймыз. Олай болса, бүгінгі сабақта бауырсақ ертегісінің желісі бойынша есептеулерді үйренетін боламыз. Бауырсақ ертегісінің кейіпкерлерін еске түсірейік. Бүгінгі сабақта біз бауырсақты құтқару үшін олардың тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бауырсақ қоянға кездесті. Қоян бауырсақты жемекші болды. Балалар, қоянның тапсырмасын орындасақ, ол бауырсақты босатады. Қоянның тапсырмасы: 10 теңгелік 2 монетаң бар. 13 теңге тұратын чупа-чупсты қалай сатып алуға болатынын түсіндіріп беріңдер. Бауырсақтың алдынан қасқыр кездесті. Қасқыр бауырсақты жемекші болды. Балалар, бауырсақты қасқырдан құтқарайық. Қасқырдың тапсырмасы: 20 теңгелік 2 монетаң бар. 30 теңге тұратын бәлішті қалай сатып алуға болатынын түсіндіріп беріңдер. Қасқырдан құтылған бауырсақтың алдынан енді аю шықты. Аюдың тапсырмасы: Сенің 20 теңгелік 5 монетаң бар. Бағасы 50 теңгеден тұратын балмұздақты қалай сатып аласың? Балмұздақты сатып алу үшін не істеу керек? Ал балалар, бірнеше тәсілін көрсетіңдер. Аюдан құтылған бауырсақ енді түлкіге кездесті. Түлкінің тапсырмасы: Балалар, менің сендерге қоятын 3 тапсырмам бар. Соны орындасаңдар ғана бауырсақты босатамын. Ал менің бірінші тапсырмам: суретке қарап, әр қатардағы монеталардың сомасын санмен жазыңдар.